Қайырлы таң, құрметті партнерлар, қайырлы таң, тыңдармандарымыз, оқырмандарымыз, барлықтарыңызды көріп естіп тұрғаныма қуаныштымын. Әдеттегідей ел енді қосылып жатыр. Так, Инстаграм, Телеграм, ТикТок, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Біз кішкене эфирді бастамас бұрын ТикТокта біраз оқырмандармен сөйлесіп білісіп алдық. Енді бүгінгі таңғы жаттығуымызды бастайық. Әдеттегідей мен бір таныстырып өтейін өзімді. Есімім Мақсат Ахметбек. Өзім Қарағанды облысы тумасымын. Қазіргі таңда Астана қаласында тұрамын, осы жерде еңбек қыламын. Мен өзім мамандығым бойынша мен қаржыгермін. Сол салада біраз уақыт банктерде жұмыс істедім. Кейін кәсіппен айналысып кеттім, бизнеспен. Соңғы 4-5 жылда мен тек қана сетевой бизнеспен айналысамын. Одан бөлек инфопродюсер, интернет саласында әлеуметтік желілердегі мамандықты игеріп алдым. Одан бөлек нутрициология білімін игеріп, нутрициологпын. Қазіргі таңда Dandelion компаниясының серіктесімін, партнерімін. Менің ақпарат беруші спонсорым бұл Шыңғыс Далханов, директор статусындағы Астана қаласынан. Бір жоғарғы менің спонсорым бұл Роза Какимова, супер директор статусында Астана қаласынан. Және ең жоғарғы менің лидерім бұл барлықтарыңызға танымал Марал Тажикенова, консул статусындағы Астана қаласынан. Компаниямыздың чек номер 1 мықты лидері, бизнестің бастамасына негіз болған, түрткі болған мықты лидерлеріміздің бірі. Сондай керемет өзімнің спонсорский линиям бар. Енді таныстып, білісіп отырдық, таныстық. Енді, құрметті партнерлар, бүгінгі біздің тақырыбымызға көшейік. Бүгінгі біздің таңғы жаттығуымыздың негізгі тақырыбы, ұмытпай тұрғанда, жұма барлықтарыңызға бірдей мүбарак болсын. Бүгін қасиетті жұма күні. Дұға тілектеріңіз қабыл болсын, ғибадаттарыңыз бәрі сауаптан жазылсын. Енді бүгінгі біздің жаңа таңғы жаттығуымыздың тақырыбы бұл лидерларға зиянды кеңестер дейді. Сондай рубрика. Біз енді байқаған болсаңыздар, мен осы аптада тағы да қайталайын. Лидерларға арнап әртүрлі тақырыптар бойынша таңғы жаттығу сабақтарында өткізген болатынмын. Ылғи лидерларға қатысты. Неге? Өйткені қазір біздің лидерларымыздың қатары өсіп келе жатыр компаниямызда. Өздеріңіз білесіздер, біздің компаниямыз бастағанына жарты жылдай ғана уақыт болды. 6 айдың төңірегінде көптеген қазір енді тағы да 2 супердиректор қосылды. Енді бір 10-ға жуық супердиректор, 2 консул, 20-ға да қателеспесем 20-дан асып кетті. Нақты уже цифраны білмейді екем, уже күннен күнге өсіп жатыр қатарлар. Бұл негізіне қуантарлық жағдай, күшті, керемет. Директорлардың саны 20-дан асты. Енді советниктер өткенде біз событияда болғанда 80-нен асты деп естідік. Бұл өте қуантарлық жағдай. Компаниямыз өте қарқынды дамып келе жатыр. Енді лидерлар қатары көбейген сайын әрине лидерларға арналған арнайы обучение, арнайы бір оқыту, мектеп болмаса, өйткені айтып отырмын ғой, әр қазағым жалғызым, қазақтың әдемі сөзі бар, семіздікті қойғаны көтереді дейді. Сол семіздіктің бәрі көтере алмайды, бәрі бірдей. Ол ішкі дайындығыңыз, қабылдауыңыз, ішкі халіңізге қатты байланысты. Сол себепті соған дайын болу керек. Сол себепті мен қазір соңғы тенденцияларға байқағанда лидерлердің арасында көп түсінбеушілік те бар, келіспеушіліктер де бар. Әр қарай дамуда бір бөгеттер бар. Соны көріп, сезіп, біліп отырмыз. Сол себептен осы аптада лидерларға арнап бір таңғы жаттығу өткіздім. Бір орысша, бір қазақша. Бүгін енді қазақ тілінде өткіземін. Енді қараңыздар, бүгін зиянды кеңестер, енді орысша айтқанда вредные советы дейміз ғой, енді сондай бір рубрика. Нені істесеңіз, сіз лидер болмайсыз. Или нені істесеңіз, сіз лидерліктен шығасыз, не болса командаңыз
сізді лидер болудан қабылдамайды, лидер ретінде қабылдамайды десек те болады. Біріншіден, бұл енді кішкене біздің алдыңғы кей сабақтармен бір қайталану сияқты болып кетеді. Өйткені ол алдыңғы сабақтарда кейбір нәрселерді кішкене ашып айттық. Бүгін енді қараңыздар, делегирование деген бар ғой. Біз оны қателеспесек вторник па өттік. Делегирование, яғни өзіңіздің тапсырмаларыңызды, кейбір істерді, кейбір шаруаларды өз партнерларыңызға, командаңызда өсіп келе жатқан лидерларыңызға тапсырып сенуді үйренбеңіз, жасамаңыз, оның бәрін өзіңіз істей берсеңіз, сіз лидер болмайсыз. Бұл зиянды бір кеңес, вредные советы. Яғни ол не деген сөз? Қашан лидер бәрін мен өзім істеймін, менің керемет лидер екенімді көрсін, жақсы істей аламын деген көбіне бәрін өзіне артып алатын лидерлер лидер болудан шығып кетеді бір мезеттен кейін. Неге? Өйткені өзінің партнерларының ішінде өсіп келе жатқан лидерларының өсіккенін, дамығанын айтып бұл кісілер. Делегирование деген нәрсені жақсы ұғып түсіне біліңіздер. Оны білмесеңіздер, сол күнделікті іс шаруадан көміліп бастарыңызды көтере алмай қаласыздар. Тапсыруды үйреніңіздер. Адамдарға сенім артуды үйреніңіздер. Онсыз болмайды, мүлдем болмайды. Өйткені егер бұны істемейтін лидердің, айттым ғой, жаңа мақсаты өзінің қандай крутой эксперт, керемет мықты лидер екенін паш етіп біреуге дәлелдегісі келгенінің себебінен басқа біреуге сенім артып, біреуге тапсырғанды ұнатпайды да, істемейді де. Өзім деп жүре береді. Осылай істей берсеңіздер, лидер болудан шығасыздар. Лидер бола алмайсыздар, оны олай істей берсеңіз. Сондықтан бұл өте маңызды. Өйткені біз айтамыз ғой, сетевой бизнес бұл мынандай, біздің препараттарды, біздің магний водородты сату бизнес емес. Тағы да қайталаймын, бұны мен әр жерде айта берем, қайталаудан жалықпаймын. Өйткені көп адам әлі де түсіне бермейді бұны. Бұл препарат сату бизнес емес. Бұл тек құрал, инструмент. Бизнесті дөңгелету үшін бір инструмент, құрал. Бірақ негізгі мақсатымыз біздің адамдармен дұрыс қарым-қатынас құра біліп, сет дейміз ғой, желіні құру, адамдармен жұмыс істеу. Негізгі мақсатымыз осы. Адамдармен тіл табысу, бизнес құрау, серіктестік құру. Менің партнерім деп мысалы мақтанамыз ғой. Партнеріңіз болса, партнеріңізге сай, серіктесіңізге сай әрекет етіңіз да. Сондықтан да, құрметті партнерлар, бірінші зиянды кеңес, ешқай лидеріңізге, партнеріңізге сенбеңіз, делегирование жасамаңыз, бәрін өзіңіз істеңіз, ешкімге бір нәрсе тапсырып, сеніп, айтып, оны жасамаңыз. Сол кезде не болады? Лидер болмайсыз. Бүгінгі тақырыбымыз осы. Бірінші зиянды кеңесім осы. Екіншісі, бұл өз партнерларыңызды оқытпаңыз. Обучение оқытпаңыз. Екінші зиянды кеңес. Енді өздеріңіз білесіздер, мен компания алғаш басталған кезде, 2023 жыл, былтырғы жылдың 7 айы, июль, шілде айынан бастап алғашқы келе жатқан кезде мен сол қатарларда болғанмын. Қазіргі мысалы супер директор, үлкен жақсы топ лидерский уровеньда келген лидерлардың бәрін мен көзбе-көз жақсы танимын. Ол кісілердің бұл бизнесқа келгені, қалай бастағаны, қалай сатымен өскенін бәрін мен өзім көріп, ол кісілермен бірге жұмыс істеп көрдім.
Енді кімнің қай жаққа кетіп бара жатқаны, кімнің қалай өзгергені, кімнің көзқарасының мүлдем күрт өзгергені, біреулер жақсы ақшаны көтере алмай жатқанын, біреу мансапты көтере алмай жатқанын, біреу билікті көтере алмай жатқанын, оны ашығын көріп жатырмыз. Енді мен анау ең басынан келе жатқаннан кейін шығар, бәлкім маған қатты байқалады да, көріп жүрмін да, кімнің қалай өзгергенін, кім ақшаға алданып, мастанып қалып жатыр. Біреу жаңа айтып отырмын ғой, біреу атаққа мастанып жатыр, біреу басқаға мастанып жатыр. Байқалады. Яғни лидер болу ол әрдайым ізденіс ішінде, әрдайым оқу тоқу ішінде, әрдайым даму ішінде жүрген адамда. Көбі өкінішке орай, көп лидерлар вот менің 20 жылдық тәжірибем бар, анау бар, мен көргенім бар, білгенім бар деп айтады. Ешкім де оны жоққа шығармайды. Бар, білгеніңіз де бар, көргеніңіз де бар. Бірақ мықты лидерлік статустарға шыққаныңыз үшін ол сізге расында да пайдасын, септігін тигізді, Алланың қалауымен бірінші әрине. Бірақ оны ұстап қалу деген екінші деңгей бар да. Сол деңгейде бір жақсы бір жетістікке, жақсы бір деңгейге шығу, ол бір ғанимет болса, сол деңгейде қала білу, ұстап қалу, абыройды шашпау, адамдармен бір деңгейде жұмыс істей білу, ол екінші бір деңгей. Қазіргі таңда соған қатты көңіл бөлу керек. Мен жаңа айтып отырғаным сол. Өз командаңызды оқытпаңызшы, өзіңізді оқымаңызшы, лидер болудан шығасыз. Неге? Өйткені жаңа айтқан нәрселер, ақша, мансап деген нәрселер, олардың бәрі адамға қалай абырой да әкелуі мүмкін, байқуаттылық та, атақ та әкеледі. Бірақ егер сіз оны дұрыс қолдануды білмесеңіз, ол сізге абырой емес, хайыр емес, шер болып шығуы мүмкін. Шер дегеніміз енді жамандық, Неге? Өйткені оған дайын болмаған адам оны ұстап қала білу керек та. Ұстап қалу үшін сіздің оғанға дейінгі жинаған тәжірибе мен біліміңіз жеткіліксіз болады, құрметті партнер. Соны айтқым келіп жатыр да. Жеткіліксіз болады. Өйткені сіз белгілі бір деңгейге жеттіңіз, сол деңгейді ұстауды қоя беріңіз. Сіз әрі қарай кете беріңіз. Әлі бір ең жоғарғы деңгейге жеткен жоқпыз ғой, былай қарасаңыз, Әлі де көп деңгейлер бар біздің компанияда. Бұл тек қана компания туралы емес, енді адами тұрғыда, рухани, діни тұрғыда адам болып қала білу өте маңызды да. Өйткені адамның күні адаммен, қалай да болса да. Сол себептен бұндай нәрсеге төтеп бере білу үшін, мастанбау үшін, менмендігіміз, көкірегіміз өсіп кетпес үшін, жаңа ақшаның, биліктің, атақтың беретін сондай нәрселер бар. Бұны жасай білу үшін, құрметті партнерлар, біріншіден өз партнерларыңызды оқытыңыз. Ал зиянды кеңесім, оқытпаңыз. Олар бір-бірімен партнерларыңыз ұрысып бітеді, жанжал, өсек, бір-бірін тапит етеді, орысша айтқанда, яғни батырады бір-бірін. Сен ананы үйдің, сен мынаны бүйдедің, анау былай, анау түген. Сондай өте төмен деңгейден өсе алмай қалады, өкінішке орай. Ал енді компаниямыз қысқа мерзімде 42 мың партнерға өтті. Қазіргі таңда 42 мың партнер. Бұл өте үлкен, керемет көрсеткіш. Енді адамның көптігі, оның да бір қиындық туындыратын бір жағы бар. Адамның түр-түрі келеді. Оқу деңгейі, тәрбие деңгейі, көргендік деңгейі, әртүрлі адамдар келеді. Сол себептен әртүрлі сынақтарға біз не істейміз? Душар боламыз. Неше түрлі сынақтардан өтеміз. Ол үшін миымыздағы, мына жердегі білімді толықтыру керек. Өйткені сіздің ішкі халіңіз, внутреннее состояние дейді орысша, ішкі халіңіз, бұны көтеруге, бұны
дұрыс қабылдауға, дұрыс түсінуге, сіздің тек қана пайдаңызға және маңайыңыздағы адамдарыңызға пайдасы ғана тиетіндей қаласаңыз, құрметті партнерлар, әрдайым ізденіс, оқу тоқу ішінде болыңыз. Ал егер оқымасаңыз, енді өз оқымайтын адам басқасын да оқытпайды. Біз білеміз нәрсені, білеміз. Командасы, мен лидерларға қараған кезде, егер өзінің командасын оқытпайтын, тоқытпайтын лидер, бұл өзі оқымайтын лидер деген сөз. Білімін толықтырмайды. Мен білем деген не бар? Мастандық бар, иә? Сондықтан да адам саны көбейген сайын адамдар арасындағы түсінбеушілік, келіспеушілік, ауызбіршілік деген нәрселер азайып қалуы мүмкін, или түрлі болуы мүмкін. Оған дайын болу керек. Бұндай партнерларға біздің өзіміздің береріміз болу керек, айтарымыз болу керек. Ал егер сіз 20 жыл бұрын оқыған бір нәрсеңізді, оқыған, тоқыған, көрген нәрсеңізді сомен жүре берем, сомен айта берем, соны істей берем десеңіз, қатты қателесесіз. Білімді әрдайым толықтырудан шаршамаңыз. Оны қой беріңіз, өз біліміңізді. Командаңыздың білімін толықтырудан, оларды үйретуден, оларға ағартушылық қызметін атқарудан жалықпаңыз. Иә, ол бірден сізге нәтиже бермейді. Бірден бәрі сізді түсіне бермейді. Бәрі қабылдамайды. Мысалы, мені бұрыннан танитын кісілер болса, мені біледі. Мен алғашқыда осындай сетевойда осындай оқыту, презентация жасаған кезде, мысалы, андай офисқа шақырасың адамдарды, ешкім келмеген күндерде болатын. Бірақ мен офисте дежурныймын. Мен бүгін мысалы школа, мектеп өткізуім керек, оқыту жасату өткізуім керек. Ешкім келмесе де мен прямой эфирді қосатынмын да, жаңағы өзімнің міндетімді, өзімнің функциямды атқара беретін. Міне Алланың қалауымен қазіргі таңда бұның бәрі Аллада, өйткені ол жолды өтпеген кезде бәлкім қазіргі осындай аудитория маған келмес пе еді. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, тыңдармандар саны көп, онлайнда да, офлайнда да әрдайым тыңдармандар көп. Оның бәрі Алланың қолымен болып жатқан нәрсе. Бірақ мен сізге айтарым, құрметті партнер, әрдайым ізденіс ішінде болып, әрдайым өзіңіздің командаңызды оқытудан жалықпаңыздар. Әрдайым сол оқыту ішінде болыңыздар. Ол жоқ па, сіз лидер болудан шығасыз, тез арада шығасыз. Өйткені мен көріп отырмын, неше түрлі жанжал, неше түрлі өсек, неше түрлі көре алмаушылық. Ол болады. Неге? Өйткені қараңыздар, мынандай бір ұғым бар, иә? Бізде өкінішке орай бір бұрыннан қалып кеткен бір сөз бар. Ақша жүрген жерде жолдастық болмайды, алтын көрген жерде періште жолдан таяды деген, бұл негативный установкалар бар да, бізде көп сетіп қалған. Мен олармен толыққанды келіспеймін, бұл дұрыс емес деп ойлаймын. Бірақ бұл бір ащы бір шындық бар. Мансап, ақша, атақ деген нәрсе адамның ішіндегі нәрсені сыртқа шығарады. Біз көбіне көріп жатамыз ғой, кейде адамдар ақша, абырой, жаңағыдай атақ қалған кезде өзгеріп кетеді. Адам танымай кетеді, амандаспай кетеді, жаңағыдай енді сондай үлкен көкірекке, менмендікке салады да. Сол кезде көп адам айтады, ақша береді, ақша қалай өзгертті адамды, ақшам өзгертті. Жоқ, олай емес. Ақша өзгерткен жоқ оны. Не болмаса атақ, оны өзгерткен. Ол ақша келді, ақша ішіндегі сол шіріктікті, мен қазақша айтайын, шіріктікті сыртқа шығарды да. Ақша өзгерткен жоқ оны. Ол өзгерген жоқ. Ол ақша жоқ кезде сол ішіндегі шіріктігі шықпай жатты да. Көрсете алмады. Өйткені ақшасы жоқ та, билігі жоқ, атағы жоқ. Ал қашан қолына ақша түсті, билік түсті, мансап түсті, атақ түсті, ол ішіндегі шіріктігіне еркіндік береді. Ол шіріктігі сыртқа шыға бастайды.
орысша айтқанда гниль дейміз ғой, гнилье, шіріктік шығады өзі. Сондықтан қателеспейік. Ақша, атақ, мансап деген нәрсе адамды өзгертпейді. Ол кәдімгідей сіздің ішіңізде не бар, шынайы не бар, соны сыртқа шығарады. Бітті. Сондықтан да ақша мен атақ сізге қайыр бола ма, шер бола ма, оны бір Алла ғана біледі. Сондықтан да бүгін жұма ғой, міне дұға тілектеріңізде бұндай нәрсенің тек қана қайыр болса ғана бер деп сұраңыздар. Сіздерге соны шынайы тілеймін. Жүрегіңіз үшін Аллама рахмет. Еңбегіңіз жемісті болсын. Осы эфирде отырып екенде рахмет. Пейіліңізге рахмет, көп рахмет. Алла разы болсын. Енді қараңыздар, бұл өте маңызды нәрсе. Өкінішке орай қазір мен сондай лидерлер қатарында сондай шіріктікті көріп жатырмын. Бар, жоқ емес, бар. Өкінішке орай. Бұл не деген сөз? Демек, бұл адам әлі дайын емес. Құрметті партнерлар, кейде бір сұраған нәрселерімізді Алла тағала бермей жатады ғой. Сол бермеудің де үлкен бір қайыры бар да. Өйткені Алла тағала біледі сіздің ішіңізде. Ол берсем сіз жақсыға өзгересіз ба, жаманға өзгересіз ба? Бір Алла біледі, сіз де біле алмайсыз оны. Маңайындағы адамдар мүлдем біле алмайды ондай нәрселерді. Алла шынайы біледі. Сондықтан да сабырлық танытайық, әрдайым былай ізденіс ішінде, өзгеріс ішінде, даму үстінде болайық, құрметті бар. Өйткені сіз ақшаға, мансапқа, басқа нәрселерге дайын болмасаңыз, ол тек қана сізді жамандыққа салады. Оны мен нақ айта аламын. Жамандық. Партнеріңізбен де ұрсасыз, басқа лидерлермен де тіл табыса алмай қаласыз. Яғни, ондай нәрсенің сізге берер жаман жағы көп, өкінішке орай. Бұл енді мен, құрметті партнерлар, ақша ол жаман, ақтап, мансап жаман деп тұрған жоқпын, қате түсінбейік. Дайын болайық, іштей дайын болайықшы бұған. Ішімізді реттейікші, миымызды реттейік, ішкі жүрегімізді реттейік, сезімдерімізді, иманымызды, ниетімізді реттейік. Ол болмаса, құрметті партнерлар, ешкім дайын бола алмайды. Біз енді пенде болғаннан кейін қатеге, күнәға, бейімбіз өзінің жаратылысымыз керек өзі сондаймыз. Сонда бейімбіз күнәға, өсекке, өтірікке, жанжалға бейімдіміз. Ал енді ойлаңызшы, өзіңіз сондай ішіңізде бір шіріктік болса, оған еще барып қазір ақша қосылса, атақ қосылса, мансап қосылса, бітті ғой. Ол шіріктіктің бәрі сыртқа шығады. Адам танымай кетесіз ғой ондайда. Алла сақтасын ондайдан. Ондай берер атақтан, ондай берер ақшадан бермей-ақ қойсын. Оны айтайын. Сондай сұраңыз. Не берсе де қайырымен берін деп сұраңыздар, құрметті партнерлар. Өте жаман нәрсе, абай болайық. Келесісі. Бұл енді қалай десем, бұл менің өз көзқарасым. Құрметті партнерлар, мен сіздерге айтып, үйретіп, түсіндіріп жатқан нәрселердің бәрі, бұл менің өмірлік тәжірибемнен түйіндеп отырған ойларым. Бұл мүлдем 100% дұрыс, мүлдем 100% бұрыс деп ешкім айта алмайды, мен де айта алмаймын да. Бұл мен өзімнің тәжірибеммен, өзімнің көзқарасыммен, өзімнің кеңесіммен бөлісіп отырмын. Сіз тыңдайсыз, тыңдамайсыз, келісесіз, келіспейсіз. Ол әрине әр адамның өзінің таңдауы, талғамы. Сондықтан да мен айтып жатқаның бәрі 100% дұрыс, немесе 100% бұрыс деп бір ондай ұстаным жоқ, қате түсінбеңіздер, құрметті бар. Бұл менің жеке ойыммен бөлісемін. Пайдаңызға тисе, игілігіңізге жарасын, ал ол жарайды, керек емес десеңіз, өтесіз де кетесіз болды. Енді қараңыз, тағы да бір үлкен бір нәрсе, айтқан нәрселеріңізді, мысалы мен сондай нәрселерді де көп байқап жатырмын да, айтқан тапсырмаңызды, берген нәрселеріңізді жазбаша беруден қорқатын лидерларды көрдім да. Ол қалай? Қазір дұрыс түсіндіруге жеткізуге тырысайын. Ол қалай? Мысалы,
жауапкершіліктен қорқатын мықты лидерлер бар да. Ол қалай? Мысалы, бір адамға айтады, сен мынаны жаса, мынаны бүйт, мынаны сөйт дейді, оны телефонмен, WhatsAppпен звондау, телефон шалу арқылы ғана айтады да, ауызша. Ал енді оны маған бір жазбаша, немесе голосовоймен жібер десең, соны жіберуден, айтудан қорқады. Жіберсе де артынан өшіріп тастайды оны. Сондай нәрселерді байқадым да. Менің ойым, өткенде қызық нәрсе байқадым да. Бір TikTok'та мен қазір отырамын ғой, TikTok'та, тікелей эфирлерде, стримлерде. Сол жерде бір келіншек отыр екен, біздің магний водородты өзінің жеке парақшасына шығып, магний водородты кешке стримде шығып, жаңағыдай түсіндіріп, айтып жатыр. Түсіндіріп айтып жатыр, көрсетіп жатыр, жаңағы сатып, телефонын жазып қойған. Дұрыс, ол өте дұрыс. Еңбегі жана берсін, өте жақсы нәрсе. Ол кісіге мен нетіп қойған. Бірақ мен бір байқаған нәрсе, басқа партнерлар кірсе, бір сұрақ қойса, бірдеңе жасаса, ол кісі жаңағыдай шектейді екен. Егер менің партнерім не болмаса параллельный линиядан болсаң, бараттаны блокировать етіп тастайды екен ана кісіні. И не болмаса эфирден лақтырып жібереді. Потом артынан блокировать етіп тастайды екен, шектеп тастайды. Бұл не деген сөз, құрметті партнерлар? Өкінішке орай, лидерларда сондай бір көзқарас бар. Менің айтып жатқан нәрсемді басқалары қолданып қалмау керек. Басқа біреуге кетіп қалмау керек, параллельный лидерлер естімей қалмау керек деген сияқты бір ұстаным бар. Сондай бір байқадым да кейінгі кезде. Мүлдем дұрыс емес нәрсе, құрметті партнерлар, мүлдем. Сіз қалай өзіңізді шектеп отырсыз, партнерларыңызды шектеп отырсыз да, еще оған қоса Алла тағаланың сізге берерін шектеп отырсыз да. Өйткені Алланың берері шексіз. Алланың берері шексіз. Білімі де шексіз, нығметі де шексіз, рызығы да шексіз. Ал енді сіз сондай деңгейге жетіп отырғаныңызға, сондай білім алып отырғаныңызға, соның берген сізге бірінші Алла тағала. Неге сіз сол Алланың берген нәрсесін Алланың басқа құлынан шектеп аяп отырсыз? Несіне аяп отырсыз? Таусылып қалады деп ойлайсыз ба? Біреу қолданып қалады деп ойлайсыз ба? Бұл өте негативное мышление дейміз ғой, шектеуші, ограничивающий убеждение дейді орысша. Қалай сіз өз санаңызды қатты шектейсіз, тура солай өз партнерларыңызды шектеп жатсыз да, и басқаларды да шектеп қаласыз. Оны қоя беріңіз, сіздің Алла тағаланың сізге берерін де қатты шектеп тастайсыз да. Верно, все в точку, широкое у вас сердце дейді. Рахмет, Алла разы болсын. Оның бәрі Алладан. Мен Алланың маған берген білімі, көзқарасы, жаңағыдай тәжірибесі, мен оны ешкімнен аямаймын. Өйткені ол менікі емес, ол Алланың маған берген аманат ретінде берген нәрсесі. Менің миссиям сіздер сияқты партнерларға пайдалы бола білу. Алланың маған бергенін сіздерге жеткізу, бөлісу. Білесіздер, ақпарат дәуірінде ақпарат бөліскеннен кем қалмайды. Алланың берері шексіз. Сондықтан да не өзіңізді, не партнеріңізді шектемеңіз. Және төртінші бір шектеу бұл жаңағыдай зиянды кеңес дейікші, зиянды кеңес. Вредные советы. Ешқандай план құрмаңыз, жоспар құрмаңыз, ешқандай жоспар құрмаңыз. Өзіңізге, компанияға, партнерларыңызға, басқа да командаңызға ешқандай жоспар құрмаңыз, жоспарсыз өмір сүре беріңіз. Сол кезде лидер болудан шығасыз. Өйткені құрметті партнерлар, бүгін лидерсіз, бүгін Алла тағала қалай берді, ертең солай алып қоюы мүмкін. Сондықтан да бар кезде бар нәрсенің қадірін білейік, оның шүкіршілігін жасайық, оның ақысын берейік. Ақысын беру деген ақшалай деп тұрған жоқпын. Яғни сіз лидерсіз ба, лидерлікке сай болыңыз. Командаңызға демеуші болыңыз. Атыңыз затыңызға сай болсын. Ақысын беру деген сол. Егер ақысын бермесеңіз, Алла қалай берді, солай ала салады оны. Қадірін түсінейік,
саналығымызды қосайық, даналығымызды қосайық, ақылды болайық. Жоспар, неге жоспар жоқ? Жоспар болмаған лидерде көп нәрсе бола қою шамалы, құрметті барлық. Егер сіз келе жатқан лидерларды алдын ала болашағын болжап әрине бәрі Аллаға аян нәрсе, бірақ сіз құл ретінде әрекеттен жауаптысыз. Сондықтан да бір жоспар құрып, әрекет жасап, өзіңіздің партнерларыңызға, өзіңіздің болашағыңызға, компанияңызға бір жоспар құрмасаңыз, тез арада лидер болудан шығасыз, оны да айтайын. Сондықтан да келесі зиянды кеңесім, ешқандай жоспар құрмаңыз. Болашағыңызға, компанияңызға, партнерларыңызға, командаңызға ешқандай жоспар құрмаңыз. Мен табарымды таптым, үйімді алдым, машинамды алдым, мені шақпаған жылан мың жасасын деп отыра берсеңіз, бүгін бар, ертең жоқ. Бітті. Қаласыз соңғы. Әттең-ай деп отырасыз. Және ең соңғы зиянды кеңестерімнің бірі, бұл бізде бизнесте координация деген нәрсе бар. Координация. Яғни бағдар жасау. Яғни қараңыздар, егер сіз командаңызбен бір координация жасауды үйренбесеңіз, істемесеңіз, не деген сөз координация? Яғни командаңызды бір жерге жинап, олармен ақылдасып, оларды тыңдап естіп, олардың ұсыныстары, кеңестері, айтарларын естіп, көріп, бірге болуды, бас қосуды, мозговой штурм дейміз ғой. Сондай бір үлкен бір құрылтай өткізуді, яғни қазақша айтқанда құрылтай ғой, барымыз жиналып, ақылмен бөлісіп, сөйлесіп, уақыты келген кезде бір жақсы күліп ойнап, уақыты келген кезде ақылдасып, уақыты келген кезде мықты шешімдер қабылдап, сондай ауыз біршілікпен бір координация жасауды үйренбесеңіздер, тағы да айтайын, лидер болудан бірте-бірте шығасыздар. Неге? Өйткені сіздің өсіп жетіліп келе жатқан, қанаттанып келе жатқан лидерларыңыз өз басымен кетеді ертең. Ал егер сіз солардың үлкені болып, көшбасшысы болып, бас қосып, жинап, керек кезде ақылыңызды айтып, керек кезде демеуіңізді беріп отырмасаңыз, уақыты келеді, сізбен ешкім санаспай кетеді. Неге? Өйткені сіз ешкіммен санаспайсыз. Сіз ешкімді қадірлемейсіз, сіз ешкімді сыйламайсыз. Ал координация, жаңағыдай бас қосу, жинау, координация жасау, бұл әр адамға көрсетілген бір сый, құрмет. Оның келген деңгейіне, командаға бір сый, құрмет, қошемет бұл. Бұны енді айта берсек көп. Уақыты өтіп қапты ғой, біраз уақыт өтіп кетті. Құрметті партнерлар, лидерлар, бүгінгі айтарым осы. Яғни, кішкене ұзын сөздің қысқасы түйіндейтін болсақ, бүгінгі таңғы жаттығуымыздың тақырыбы лидерларға беретін зиянды кеңестерім. Яғни, оны істесеңіздер лидер болудан шығасыз деген сондай бір кеңестерім бар. Сондай тақырыпта біріншісі бұл не болды? Командаңызға сеніп, оларға сенім артып, әрі қарай тапсырма беріп, делегирование жасауды қойыңыз. Сол кезде лидер болудан шығасыз. Екіншісі, өзіңізді және командаңызды оқытпаңыз. Қайтесіз оқытып? Ақша жұмсап, уақыт жұмсап, қайтесіз оқытпаңыз. Үшіншісі, өзіңізге жауапкершілік алып, өз айтарыңызды қағазға, не болмаса жазбаша жеткізуден, немесе біліміңізбен бөлісуден тайынбаңыз. Сен анаусың, мынаусың деп тайыныңыз. Шектеңіз өзіңізді. Сол кезде лидер болудан шығасыз. Төртіншісі, ешқандай жоспар құрмаңыз. Өзіңізге, командаңызға, лидеріңізге қатысты ешқандай жоспар құрмаңыз. Өз қамыңызды ойлап жүре беріңіз, болды. Жаңа мен айтқандағыдай, мені шақпаған жылан мың жасасын деп отыра беріңіз. Орысша айтқанда моя хата с краю. Және бесіншісі, өзіңіздің командаңызбен координация жасамаңыз. Бас қоспаңыз, координация жасамаңыз.
Сол кезде бірте лидер болудан шығасыз. Командаңызда тарқайды, әркім қанаттанып өзі жеке лидер болып кете береді, бірақ сізді бәрі ұмытып, өзіңіз лидер болудан қаласыз. Ұзын сөздің қысқасы осы. Құрметті партнерлар, бүгінгі эфиріміз осымен тамам. Соңына дейін отырып тыңдағаныңызға көп рахмет. Пайдалы ақпарат алған болсаңыздар, бәрі Алладан. Бұл білімнің, тәжірибенің бәрі, тек қана жақсылықтың бәрі Алладан. Кей нәрселерде қатты кеткен болсам, артық айтқан болсам, ренжітіп алған болсам, бұл қателік менен, жекеңізге қабылдамаңыздар. Бұл менің тек көзқарасым. Жұма мүбарак болсын, менің жеке парақшама жазылыңыздар, өте құнды ақпарат аласыздар. Бұл эфир міндетті түрде Телеграмда сақталады, Инстаграмда да сақталады, және ТикТокта да сақталады. Сондықтан да бөлісіп отырыңыздар. Ақпарат бөліскеннен кеммейді, ол көбейеді, артылады, берекесі артады. Сондықтан да байқуатты болыңыздар, аман болыңыздар. Келесі апта кездескенше. Бүгін кешке зумымыз болады, брифинг форматында Зәуре ханыммен. Сонда міндетті қазақ тілінде және орыс тілінде бірге жүргіземіз. Сол себептен қапы қалмаңыздар, менің бүкіл WhatsApp, Telegram чаттарыма кіріп алыңыздар. Өте құнды, керемет ақпарат бар. Сау саламатта кездесейік. Дандалайын алға, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыз. Рахмет, Алла разы болсын. Рахмет. Өте дұрыс айттыңыз. Мен күнде офиске барамыз, сіздің айтқандарыңызды кино көргенде көріп жүрмін. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Игіліктеріңізге жарасын. Бәрі Алладан, жақсылықтың бәрі Алладан. Әмин.